Джен Синсеро, сен мықтысың. Бірінші бөлім. Бұл күнге сен қалай жеттің? Сен өзің өмір сүріп жүрген ереженің құрбанысың. Дженни Холцер, суретші, ойшыл, талант иесі. Бұдан көп жыл бұрын мен боулингте бір сұмдық жайтқа тап болдым. Достарыммен бірге тартысты ойынды аяқтап жаттық. Мен соңғы шарды лақтырар сәтті керемет көрініске айналдыруға бар өнерімді салдым. Өзімнің сөзсіз жеңетінімді дауыстап жария етіп, дөңгелене билеп келдім де, шарды дөңгелетіп кеп жіберген кезде аяғымды қайда басқанымды түсінбей де қалдым. Сол сәтте аяғының ұшы ғана сызықтан асып кеткен жанды боулинг қауымдастықтың қаншалықты ауыр жазалайтынын білу менің маңдайыма жазылғанын түсіндім. Олар бүкіл жолды маймен, балауызбен немесе басқа да тайғақ заттармен майлап қояды екен. Шарды барынша шиырып лақтыруға ұмтылған ойыншы шекарадан байқаусызда өтіп кетсе, байғұстың аяғы аспаннан келіп, бөксесімен төңкеріліп құлап, жоғарыдан түскен боулинг тобының өзі жаралмайтын тас еденге күрс етеді. 1-2 аптадан кейін мен дүкенде кездескен сатушы жігітпен кереуетте қатар жатып, оған сол жағдайдан кейін түн ортасында табаным ауырғаннан оянатынымды түсіндірдім. Дәрігерімнің айтуынша бұған жұлын жүйкесі талшықтарының қысылуы себеп болған. Енді түнде тыныш ұйықтау үшін маған жаңа, әлдеқайда қатты матрас керек болды. Менің де ұйықтағанда аяғым ауырады, деп жауап берді жігіт. Сосын ол қол алыспақ ниетпен орнынан тұрды. Мен оған жауап қатпадым. Бұл алақан шапалақтасуды ұнатпайтындығымнан ғана емес. Ол мені мезі ете бастады. Ойымдағы матрас табу онсыз да өте оғаш және адам ұялатындай іс болып тұрған. Сен екі аяғының арасына жастық қойып, қырыңнан жатып, жан-жақтан жиналғанның тамашасына айналасың. Ал енді оны қасыңда жатып, бестік бер деп алақанын әуелететін сатушымен бірге орындауға тура келгені миға тіпті де сыймайтын. Мен қалған сатушылардың клиент таңдаған кереуеттің жанында тұрып, олар кереуетке жатып көріп жатқанда матрастар туралы айтып қана тұрғанын байқадым. Ал мынау болса менің жаныма шалқасынан жатып алды. Қолын кеудесіне айқастырып, төбеге қадала қарап, кереует төсенішін жарнамалай бастады. Бейне бір екеуміз жазғы лагерде демалып жатқандай. Иә, ол айтарлықтай сүйкімді еді, және серіппе, латекс және полиуретан туралы керемет көп біледі екен. Бірақ бір қырындап жатуға менің батылым бармады. Мына неме де менің арт жағыма қырынан жатып алса не істеймін? Мүмкін мен шектен тыс достық шырай көрсеткен шығармын. Әлде оның қай қаладан екенін сұрамауым керек пе еді? Бәлкім матрас қабын тексеріп көру үшін алақаныммен ұрғылағанымды ол басқа бірдеңеге жорып қалған шығар. Мен бұл фрик-шоудағы Бобтың қарғыс атқыр кереуеттен тезірек тұруын талап етуім керек еді. Немесе үнсіз кетіп қалудың орнына, және сол аптада матрас іздеуге баратын жалғыз мүмкіндіктен айырылғанша басқа көмекші табу керек еді. Бірақ мен ешкімді ыңғайсыз жағдайға қалдырғым келмеді. Мен оның ыңғайсызданып қалғанын қош көрмедім. Менің отбасымда кез келген қолайсыз қарым-қатынаста өзін шамамен осылай ұстау әдетке айналған еді. Ешқашан жарға жықпайтын, қарсы бағытта жүгір әдісімен бірге осындай текетірес тәсілдеріне тұрған орныңда қатып қал, ауа райы туралы сөйлес, назар аударма немесе оңаша жерде дауыстап жылап ал жататын. Әсіресе менің анамның ақсүйек деп аталатын ағылшын саксон текті америкалық ақ протестанттар тегінен екенін ескерсек, текетіресте өзіңді ұстай білу дағдыларын меңгермеуім таңғаларлық дүние емес. Оның ата-анасы балалар бар болсын, бірақ дауыстары естілмесін деген дәстүрлі пікірді ұстанатын. Олар кез келген эмоциялық көрініске бұл ортаның әдетте арзан вискиге және Айви лигасына кіретін университетте алмаған білімге көзқарасындай қомсынушылықпен қорқа қарайтын. Ал менің анам әлде бір ғажайыптың арқасында жан жылуы, сүйіспеншілік пен шат-шадыман күлкі бар отбасын құра алды.
Сонда да болса маған әңгімені арқамнан аяздай қаритын, бізге сөйлесу керек деген тіркестен бастауды үйрену үшін талай жыл қажет болды. Айтайын дегенім мынау, егер сенің кемшілігің көп болса, оған сен кінәлі емессің, бірақ осы күйде қалып қойсаң, кінәлі боласың. Кез келген кемшілік пен шалалық керіп секілді немесе жүгері ұнынан жасалатын дәмсіз нанның рецепті сияқты отбасында ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырады. Ал менің жағдайымда біреумен қарсыласу жүрек талмасы ұстап қалумен тең еді. Сен дүние есігін жылап ашқан сәтте осы өмірге келгеннен басқа ештеңе істеуге қабілетсіз, көзі бақырайып, риясыз шалықтаған шақалақ едің. Өз денеңнен ұялмақ түгіл, ол туралы түсінігің де болмады. Жан-жағыңа көз тастағанда, онда барлық нәрсе қарапайым еді. Сенің әлеміңде қорқынышты немесе қымбат еш нәрсе болмады. Өткен жыл деп те алаңдамайтынсың. Қандай да бір зат ерніңе жақын болса, сен оны аузыңа салатынсың. Егер ол қолыңа таяу болса, оны ұстап алатынсың. Сен бар болғаны адам баласы едің. Өз әлеміңді зерттеп, танымыңды арттырғанда, айналаңдағы адамдардан дүниенің неден тұратыны туралы ақпарат алдың. Қабылдау қабілетің оянған сәттен бастап, олар саған бүкіл өміріңе жететін түсініктер мен сенімдерді тықпалай бастады. Және олардың көбінің сенің шынайы болмысыңмен немесе тіпті жай шындықпен ортақ ештеңесі жоқ еді. Біздің әлем қауіпті. Сен тым семізсің. Өлшемнің мәні бар. Бұл жерде шаш өспеуі керек. Міндетті түрде жоғарғы оқу орнында оқу қажет. Музыкант немесе суретші болу нағыз мамандық емес. Тағы басқалар. Мұндай ақпараттың негізгі көзі әрине қоғамда қалыптасқан көзқарасқа сүйенетін ата-анаң болды. Ата-анаң сені барынша қорғауға, тура жолға салуға тырысты және жан-тәнімен жақсы көрді. Сонымен бірге олар өз ата-анасынан, ал олар өз кезегінде өз отбасынан қабылдаған сенім түсінігін сенің санаңа сіңіріп отырды. Дегенмен, бұл сенімдердің көпшілігінің сенің ата-анаңның кім болғанына немесе шын мәніндегі ненің ақиқат екеніне ешқандай қатысы жоқ. Менің әңгімемде бәріміздің жынды сияқты көрінуіміз мүмкін екенін түсінемін. Бірақ шынына келсек, ол дәл солай. Адамдардың басым бөлігі басқалардың сеніміне құрылған қиялмен өмір сүреді. Бұл оянғанға дейін, ол сенің де басыңнан өтеді деп үміттенемін. Әңгіме мынада, біздің әрқайсымызда, яғни адамдарда сана және түпсана деген бар. Дегенмен көпшілік тек өз санасын ғана жете түсінеді, өйткені біз келіп түсетін ақпаратты сол арқылы қорытамыз. Санамыз арқылы пайымдаймыз, жазғырамыз, әуестенеміз, талдаймыз, сынаймыз, құлағымыз тым үлкен деп уайымдаймыз. Қуырылған тағамды жеуді бір жола қоюға шешім қабылдаймыз. 2 қосу 2 4-ке тең екенін түсінеміз. Көлік кілтін қайда қалдырғанымызды есте сақтауға тырысамыз. Және тағы басқалары. Біздің санамыз тынымсыз еңбекқор адам сияқты. Ол біз ұйықтап жатқанда ғана дамылдайды. Үздіксіз ойдан ойға жылыстайды. Бірақ көзімізді ашқан бойда бәрі қайтадан басталады. Санамыз, басқаша айтсақ, мидың маңдай бөлігі адам ер жетпей немесе бой жетпей толық дамымайды. Түпсанамыз екінші жағынан біз осы дүние дидарын ашқанша толық дамиды. Сезім, инстинкт және супермаркеттің қақ ортасында долылық көрсетуге қатысты барлық жайт түпсанамен байланысты. Сонымен бірге түпсана бұл бізге бұрын жеткен және сырттан келген барлық ақпарат жинақталатын қойма. Түпсанада сүзгі жоқ, ол бәріне сенеді. Ол ақиқат пен жалғанның айырмашылығын білмейді. Егер ата-анамыз отбасымызда ешкім ақша табуды білмейді десе, біз оларға сенеміз. Ал олар бір-бірімен ұрысудан көз ашпаса, біз отбасында ұрыс-керіс болуға тиіс екен деп қабылдаймыз. Өйткені біз олардың қызыл шапан киген семіз жігіт мұржадан түсіп, бізге сыйлық әкеледі дегеніне сенеміз ғой. Ендеше неге олардың бізді тойдыратын өзге де бос сөзіне сенбеске? Түпсана әлі ештеңені түсінбейтін кішкентай бала сияқты. Сондықтан біз ақпараттың көп бөлігін
ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін білмейтін кішкентай кезімізде алатынымыз кездейсоқтық емес. Себебі миымыздың маңдайшасы, саналы бөлігі әлі толық қалыптасып үлгермейді. Біз сөз, күлімсіреу, қабағын түйу, ауыр күрсіну, қасты көтеру, көз жасы, күлкі және тағы басқа арқылы берілетін ақпаратты қабылдай аламыз. Сүзгіден өтпеген осы ақпараттың бәрі ақиқат. Басқаша айтсақ, сенім деп аталатын біздің икемделгіш кішкентай түпсанамызда жинақталады. Ол ақиқат біз ондаған жылдардан кейін психотерапевтке немесе оңалту орталығына келгенше дәл сол қалпында және талдау жасамаған күйінде тұра береді. Сен көз жасыңды төгіп, менің проблемамның себебі неде деп сұраған сайын, жауаптың өзің жете сезінбейтін, өзіңмен бірге алып жүретін кейбір күйкі, шектеулі және түпсанада жатқан сенімде екеніне кепілдік беремін. Олай болса қорытындылайық, жарай ма? Бірінші, түпсанамызда өміріміздің бас жоспары жасырылған. Ол біздің бала кезімізде жинақтаған, сүзгіден өтпеген сенім деп аталатын ақпаратқа сүйеніп өз жұмысын істеп жатыр. Екінші, біз көбіне өмірімізді басқаратын осы түпсана сеніміне жете мән бермейміз. Үшінші, біздің санамыз дамып, өз қызметіне кіріскен кезде де ол қанша жерден мықты әрі ақылды болсын, оны біздің түпсанамызда сақталған сенімдер бәрібір бақылап отырады. Біздің санамыз бәрін бақылап тұрмын деп ойлайды, бірақ бұл олай емес. Біздің түпсанамыз тіпті ештеңе туралы ойламайды, есесіне бәрін бақылап тұрады. Міне, сол себепті көптеген адам санасы қажет санағанды жасау арқылы өмірді сүрінеді де адасады. Сонымен бірге олар өздері қалағандай тамаша өмір сүруге қандай қолайсыз жағдайдың кедергі жасайтынын түсіне алмайды. Мысалы, сені әкең тәрбиелеп өсірді делік. Ол қашанда ақшаға жарымай, үнемі жынданып, жиһазды теуіп, ақша неге ағашта өспейді деп күңкілдеп жүретін делік. Қайтсем ақша табамын деген сылтаумен үйде көп болмаған соң саған көңіл бөле алған жоқ. Сенің түпсанаң мұның бәрін солай болуға тиіс ақиқат деп қабылдады. Уақыт өте келе онда, мысалы, мынадай сенім дамыды. Ақша тең қиындық. Ақша жеткіліксіз. Әкемнің маған көңіл бөлмеуіне осы ақша кінәлі. Ақшадан тек азап көресің. Енді сен ер жеттің. Саналы түрде ақшаны күреп тапқанды жөн көресің. Бірақ сенің түпсанаң ақша жақсылық әкелетініне сенбейді. Ол ақшаны табу оңай емес деп ойлайды. Ақша табамын деп жүргенде жақыныңнан көз жазып қалатыныңа сендіреді. Сосын сен бұл жағдайда саналы түрде де ақша табуға қанша тырыссаң да кедей қалпыңда қала бересің. Немесе үлкен қаржы тапқаннан кейін жақыныңнан жырақтап кетпес үшін ақшаны судай шашатын боласың. Сен өзіңнің қалауың туралы не айтқың келсе де, егер сенің түпсанаңдағы сенімің оған кереғар болса, олардың орындалуы екіталай. Ақырында сен А. Өзіңе қалағаныңды қол жеткізуге жол бермейсің, қалауыңа қол жеткізесің, бірақ әбден титықтап бітесің. Ал содан кейін жүйкең тозады, бәрібір қолдағыдан айырылып қаласың. Қатарынан 4-ші бауырсақты жеп қойғанда немесе өз әкесінен айнымайтын жігітке күйеуге шыққанда өзімізді түпсана басқарып отырғанын жете түсінбейміз. Ал біздің түпсанадағы сеніміміз біздің саналы ниетімізге қайшы келгенде, бұл біз істеуге тырысатын іс пен іс жүзінде іске асыратынымыздың арасында адамды шатастырар қайшылық туады. Бір аяғымызбен газды, екіншісімен тежегішті басып келе жатқандай күй кешеміз. Әрине, бізде шынымен де керемет түпсаналық сезімдер де бар, бірақ әңгіме қазір олар жайында емес. Бізге таныс болып көрінуі мүмкін басқа сценарийлер мыналар. Сана. Мен өзімнің жан-жарымды тауып оған үйленгім келеді. Түпсана. Жақын қарым-қатынастың соңы азаппен аяқталады. Шұлдыр шүмек саусақ сақинасыз қалады. Сана. 12 келі салмақ тастағым келеді. Түпсана.
Адамдар қауіпті. Мен өзімді қорғау үшін қорған салуым керек. Денеңдегі қалмай қамалың. Сана. Мен тартымдымын, сымбаттымын және қылықтымын. Түпсана. Тән ләззаты ұят. Жыныстық өмір есінеген күй қалады. Сана. Мен әлемді аралап саяхаттағым келеді. Түпсана. Ләззат тең, жауапсыздық ол тең, мені ешкім сүймейтін болады. Халықаралық төлқұжат таза қалпында қалады. Бұл сіңіп қалған қолаңса иістің кесірінен верандада рахаттанып отыру мүмкін еместігімен бірдей. Оның шешімін табудың айталық хош иісті заттар тұтату, желдеткіш орнату, итті үйрету тәрізді көптеген айлалы жолы бар. Бірақ жертөлеге жорғалап түсіп, сол жерде бір аң-құстың ажал құшқанын көзіңмен көріп түсінбейінше, мәселе шешімін таппайды. Ол сенің өміріңді сасық иіспен улайтын болады. Түпсанадағы шектеуші сенімнен арылу үшін ең алдымен оның бар екенін мойындау қажет. Өйткені шектеуші сенімді танып білмейінше, түпсанаңда терең көмілген мәселенің нағыз себебін табудың, өлген скунсты аршып алудың орнына веранданы бояп, құмыраға гүл қоя бересің. Өміріңдегі көңілің толмайтын тұстар туралы ой қорытып, оларды тудырған сенімдер жөнінде ойлануға уақытыңды аяма. Мысал ретінде жұрттың бәріне ортақ ежелгі мәселе ақшаның жетіспеуін алайық. Сен ақшаны өз қабілетімнен әлдеқайда аз табам деп ойлайсың ба? Табыс табудың белгілі бір шегіне жеттің бе? Не істесең де одан артық ақша таба алмай жүрсің бе? Саған байлық физикалық тұрғыдан қабілетің жетпес құбылыс болып көрінеді ғой. Солай ма? Егер солай болса, ақша туралы ойлағанда ойыңа келетін алғашқы 5 нәрсені жаз. Тізіміңде не бар? Батылдықпен үміт пе, жоқ әлде қорқынышпен жек көру ме? Сенің ата-анаң ақша туралы не ойлайды? Айналаңдағы басқа адамдар ол туралы бала кезінде не ойлаған? Олардың ақшаға деген көзқарасы қандай болған? Олардың ақшаға деген ойы мен сенікінің арасында қандай да бір байланыс бар ма? Осы кітаптың келесі тарауларында мен саған түпсанадағы сенімді тереңірек зерттеуге арналған құралдар ұсынамын. Олар сен қалағандай өмірді сүруге не кедергі келтіріп тұр, сонымен жұмыс істеуге көмектеседі. Ал әзірге шетке қарай бір қадам шегінуге машықтана бер. Өміріңде болып жатқан берекетсіздікке ден қойып, терең түсінуге күш сал. Өзіңді түпсанаңдағы қандай аңыздар тежейтінін түсін. Мысалы, ақша табу үшін жаның сүймейтін бизнеспен айналысуға тура келеді. Немесе жақын қатынасқа барсам, тұзаққа түсемін. Не, егер мен диетаға жүгінсем, барлық дәмді нәрсені ұмытуға тура келеді. Сондай-ақ, егер жыныстық қатынастан ләззат алсам, басқа лас күнәһарлардың бәрімен бірге тозақ отында киемін. Шынымен не болып жатқанын түсінгеннен кейін, түпсанаңдағы өзіңді шектеуші сенімнің сасық қаңқасын шкафтан шығарып тастауға кірісе аласың. Сондай-ақ мұны 1-2 ал көтерейік дегендей оп-оңай істейтін боласың. Осылайша сен өмірге қажет кеңістікті босатып, оған жаңа, қызықты сенімдер мен тәжірибеге жол ашасың. Екінші тарау. Қ әріпінен басталатын сөз. Ғаламның құпиясын ашқың келсе, энергия, жиілік және тербеліс тұрғысынан ойла. Никола Тесла, өнертапқыш, физик, супергений. Альбукеркеде, Нью-Мексико, тұрған кезімде достарымызбен бірге батыс жағалауындағы Midnight Rodeo, түнгі родео аталатын барға жиі барушы едік. Онда бір құтысы $2 тұратын Bud Light сырасы және көлемі футбол алаңында еменнен жасалған билейтін жер бар тұғын. Ал әйелдер әжетханасында шаш бұйралайтын темір сымдар мен шаш қатыратын спрей тұратын. Біздің бәріміз Американың шығыс жағалауында туып өскен соң кантри музыканы менсіне бермеуші едік. Сондықтан алғашында ауылдың осындай ойын-сауығына тәкаппарлықпен күле қарайтынбыз.
Велосипед руліне ұқсайтын мұртты немесе белбеудегі ерекше алып ілмекті бірінші болып байқаған кезде қай-қайсымыз болсын сұмдық менситінбіз. Бірақ біз үшін нағыз көңіл көтеру кантри стиліндегі биді тамашалау болды. Біз Гарт Брукстың бас бармағын джинсыз шалбардың алдыңғы қалтасына мақтана тығып алатын жанкүйерлерінің қалың қауымы «Уай-хай» деп дауыстап, бәрі-бір адамдай жер тепкілеуіне арбалғандай көз алмай қарап тұрушы едік. Шынымды айтсам, бұл өте көңілді болатын. Көңілді болғаны сонша біз өзіміздей бешілерге қосыла бастадық. Сонымен бірге достарымызға ковбой қалпақтардың астынан «Ей, мұнда қара!» деп қол бұлғап қоятынбыз. Сонан соң келесі ән үшін би алаңнан кетпейтінбіз. Кейбір би қадамын үйрену үшін де қалатынбыз. Көп ұзамай біз әр демалыс сайын түнгі родеоға тартып кететін болдық. Және түні бойы әліміз құрғанша билеуші едік. Менің Құдаймен қарым-қатынасым да шамамен осылай басталды. Бәрі долылық пен көз алартудан басталды. Дегенмен өзгеретін уақыт келгенде өзімнің дәрменсіздігімнен шаршағаным сонша кез келген ұсынысты қабылдауға даяр болдым. Сондықтан кәсіп жасау, өмірдегі мақсат-мұратыңды табу, өзіңді жеңу туралы кітаптардан руханият жайындағы ойларды тапқанымда әдеттегідей мұның бәрі жолы болмаушыларға арналған аңыз ғой деп мұрнымды тыржитқан жоқпын. Оның орнына мен Құдайға мүмкіндік беру керек деп шештім. Бәрібір аянар ештеңем жоқ еді ғой. Ал енді міне ғаламат, бұл кітаптардағының бәрі бірдей ақмақтың сандырағы болмай шықты. Керемет ойлардың көптеп ұшырасқаны сонша тақырыпты зерттеуді жалғастыра бердім. Содан кейін жай ғана оқуды емес, зерттей оқуды бастадым. Содан кейін оны іс жүзінде қолдануға көштім. Содан кейін шабыттана бастағанымды байқадым. Содан кейін сендім. Содан кейін мен өмірімде таңғажайып өзгерістер болып жатқанын көрдім. Содан кейін әбдей құлай берілгенімді білдім. Содан кейін жете түсіне отырып, сенімнің көмегімен өмірімді толығымен өзгерте бастадым. Содан кейін оны басқаларға үйретуге кірістім. Ал енді аттракциондағы родео бұқаға мініп алып, қол көтеріп, ауаны жұдырығымен ұрғылап, пультте отырған жігітке «Бол бас, Уэйн!» деп айқайлаймын. Сенің Құдайға деген көзқарасың қандай болса да, тек оған бейтарап қараған кезде ғана өміріңді өзгерту, жақсарту әлде қайда оңай болатынын айтқым келеді. Оны қалай атасаң да өзің біл. Құдай, әйел Құдай, үлкен жігіт, ғалам, энергия көзі, жоғары күш, үлкен бастық, инстинкт, сезімталдық, рух, мырза, жарқыраған құйын немесе табиғат. Өз басым Құдай сөзін тым арандатушылық деп санаймын. Энергия көзі, ғалам, құйын, рух және табиғат деуді артық көремін. Сонымен атау маңызды емес. Ал сонда не маңызды? Сен өзіңнің айналаңда және өз бойында энергия көзі бар екенін және онымен қарым-қатынас орнату керегін түсіне бастағаның маңызды. Үлкен өзгерістер кезеңінде сенің серігің нақ сол болады. Тек оған мүмкіндік бер, өйткені істің жайы шамамен мынадай. Біз бәріміз осы шексіз күшпен байланыстымыз, бірақ көпшілігі бар болғаны оның титтей ғана бөлігін пайдаланады. Біздің энергия көзінен жаратылғанымызды және онымен байланысты екенімізді ұғыну мені руханиятты тереңірек түсінуге талпындырды. Оған қол жеткізгеннен бастап, өмірім шынымен мүлдем басқа арнаға бұрылғанын саған айтуға тиіспін. Мен энергия көзімен байланыста, басқаша айтқанда бір арнада болғанымда, өзімді әлдеқайда күшті, әлдеқайда үйлесімді және бақытты сезінемін. Мен медитацияны неғұрлым көбірек жасаған сайын, өзімнің көзге көрінбейтін асқан қабілетім мен қарым-қатынасыма көбірек көңіл бөлген сайын, қалағаныма қол жеткізуге соғұрлым аз күш жұмсаймын. Сондай-ақ барлығын жылдамдықпен істейтінім соншалық, төбе шашым тік тұратындай. Әйтеуір ақырында сиқырлы таяқшамды қалай жұмыс істеуге мәжбүрлеуді түсінген тәріздімін. Егер ғаламды, рухты, табиғатты сүю дұрыс емес десе, онда менің дұрыс болғым келмейді. Сен екеуміз бірге істегелі жатқан жұмыстың іргетасы мынадай. Ғалам энергия көзінен жаратылған.
барлық энергия белгілі бір жиілікте тербеледі. Сенің өзің де, қалағаның да, қаламағаның да барлығы бір жиілікке тербеледі. Тербеліс өзіне ұқсас тербелісті тартады. Тартылыс заңы деп аталатын бұл негізгі идеяның мәні мынада. Өзіңнің көңіл күйіңді көтеретін нәрсеге зейін қой. Сонда сен көңіл күйіңді көтеретін нәрсені баурап аласың, жаныңа жақын тартасың. Біз оны сезінсек те, сезінбесек те, энергияны өзімізге үнемі тартумен боламыз. Ал біз төменгі жиілікте тербелгенде, яғни біз қызғанышты, алаңдаушылықты, үмітсіздікті, сенімсіздікті бастан кешкенде, өмірімізде жағымды оқиғалар болады деп үміт арту құр әурешілік. Өзіңнің тербеліс жиілігіңді бар күшіңді сала отырып көтеру керек. Бұл өзің қалайтын жиіліктің тербелісіне сәйкес болу үшін қажет. Бұл белгілі бір жиілікке қосылған радиодан басқа бір жиіліктегі радионы тыңдауға ұмтылумен бірдей. Мысалы, ғашығыңмен кездесу кезінде махаббат әнін тыңдаудың орнына жаңалықтарды тыңдау секілді. Маужыратар музыканың сүйемелдеуімен жағымды сезімге берілудің орнына иммиграциялық заңдар туралы ұзақ пікірталас тыңдауға тура келеді. Ғалам сенің жиілігіңдегі кез келген тербеліске сәйкес келеді, ал ғаламды алдау мүмкін емес. Міне, сондықтан да жоғары жиілікте тербелгенде жағымды жайттар мен оқиғалар сенің басыңда өздігінен болып жатқандай көрінеді. Сен үнемі жан жайсаң адамдармен жолығасың, және болашағы зор мүмкіндіктер ұшырасады. Және керісінше, Альберт Эйнштейн айтқандай, кездейсоқтық Құдайдың өзін жасыру тәсілі. Сен саналы түрде энергетика әлемін басқаруды үйреніп алып, көрмегенге сеніп, ең жоғары тербеліс жиілігін сақтауды үйренер болсаң, өзің қалаған дүниені жасайтын ішкі күшке ие боласың. Сонымен қайталап айтамын, жете ұғыну бұл еркіндікке жол ашатын кілт. Энергия көзімен байланыса және жиілігіңді арттыра отырып, өз жағдайыңды жақсара алатыныңды ұғынған сәттен бастап, мұны жасау қазірдің өзінде қолыңнан келеді. Ал оның нақты қалай жасалатынын кейінірек айтамын. Өз тербелісіңді көтеру үшін қалауының барлығы жүзеге асырылатынына сену қажет. Бұл сенімді сақтаудың ең озық жолы энергия көзімен байланысты үзбеу. Біз керемет әсерлер, идеялар, сезімдер, мүмкіндіктер, заттар, адамдар және өз талантын әлемге паш ету әдістері бар швед дастарханының алдында тұрған сияқтымыз. Бізге энергиямызды өзімізге қажет дүниеге сәйкестендіру ғана қалады. Сондай-ақ қалауыңды іске асыру үшін әрекет ету қажет. Әрине, ең бастысы нақ осы әрекет. Көрші бассейннің жанында коктейль сораптап бос отыру, жамандық шақыру. Жеңіске апарар жолмен қозғалу керек. Мәселе құрамдас екі бөлікті. Энергия мен әрекетті тізе қосып жұмыс істеуге мәжбүрлеуде. Егер сенің энергияң өзің шынымен қалаған нәрсеге сәйкес келмесе, кез келген әрекет қажеттісінен әлдеқайда көп жігер талап етеді. Егер де сен шынайы қалауыңды анық елестетсең, сыртқы жағдайларға қарамастан өз қалауыңа қол жеткізетініңе сенсең, батыл қадамдар жасасаң, міндетті түрде жетістікке жетесің. Түсіңде ұшып жүрген кезің болды ма? Сен күн нұрын төккен көк шалғын үстінде айрықша масаттану сезімімен қалықтайсың. Содан кейін мұның мүмкін емес екенін түсінесің. Қап, әрине, жерге жалп етесің. Енді қанша тырыссаң да ұша алмайсың. Сенім де осылай жұмыс істейді. Тіпті қандай да бір қалауың саған мүмкін емес болып көрінсе де, бәрібір сенуің керек. Бір сәтке сенуді тоқтатсаң, әрекет іске аспайды. Таңғажайып дүние ыдырайды, ғажайып өміріңнен ғайып болады. Бойыңда дайым күш бар. Мәселе көкте күн нұрын төгіп, ал жерде қояндар секіріп билеп жүргенде ғана сенім мен жоғары тербеліс жағдайында болу керек дегенді білдірмейді. Тіпті бастаған ісің дағдарысқа ұшырағанда да сенімнен ажырамауың керек. Яғни, тот басқан медальдің жарқыраған жарық жұлдызды екінші жағы бар екеніне сену керек. Ең бастысы, салың суға кетпесін. Француз жазушысы және ақиқатты іздеуші ержүрек Андре Жид дәл айтқандай, егер жағалауды айлап апталап көрмеуге келіспесең, жаңа жерлерді
аша алмайсың. Оның құпиясы сенімде. Біз сүйіспеншілікке толы, мейірімді және қамқор ғаламда өмір сүрудеміз. Тек сенімің қорқынышыңнан басым болуы қажет. 3-ші тарау. Шарықта көгершін, шарықта. Егер күйзеліп жүрген болсаң, онда өткеніңмен өмір сүріп жүрсің. Егер сен алаңдап жүрген болсаң, онда болашақта өмір сүріп жүрсің. Егер бәрімен тату болсаң, онда сен қазіргі уақытта өмір сүріп жатырсың. Лао Цзы, Қытай философы, даосизмнің негізін қалаушы. Йога сабағында нұсқаушы бізден көгершін қалпын бейнелеуді сұрады. Ол былай: бір аяғыңды артқа қарай жіберіп, аяқ ұшын барынша созасың. Тізесі бүгілген екінші аяғың алдыңда, сосын еңкейесің және соның үстіне жатасың. Егер сен шынымен көгершін болсаң, бұл пайдалы болуы мүмкін, ал мен осы қалыптан өлердей қорқамын. Екі жамбасым екі жаққа қисайып кетеді. Оны ауырсынамын және буыным қарысып бастапқы қалпына келе алмай қалама деп зәрем ұшады. Соған қарамастан нұсқаушы айтып отырған босаңсуды ерте ме кеш пе сезіну үшін мен жаттығуды беріле жасай берем. Шынына келсек, мен бұл жігіттің осы қалыпты ауыстыруға рұқсат беруін іштей тілеумен болам. Бірақ ол ерегескіндей ауыстырмайды, өйткені өзімен өзі әлек. Әйтеуір біздің ғаламмен байланысымыз, тыныс алуымыз сананы шынайы сиректенуге апаратын жол туралы мұрынның астынан міңгірлейді де жүреді. Сайтан алсын сені, жігітім, болшы, тезірек аяқташы. Шынымен де бір жерім үзіліп кеткен сияқты, құдайым-ау. Денем қарысып қалды. Енді қалай қалпыма келем? Ол маған жақын келіп, орнынан тұрғызу керек, өйткені мен өз бетіммен тұра алмаймын. Сонан соң ғана, мен жан тәніммен тыныс алып жатырмын. Басымдағы бітпейтін мылжың ойды сөндіріп тастаймын, тынышталамын, үндемеймін және мойынсынамын. Буындарымның түпкілікті ығысып жатқанын және тұла бойымның жаңа бір күйге терең әрі тереңірек батып бара жатқанын сезінемін. Бұрынғыдан да тереңірек күйге түсем. Денемнің қақсағаны қойды, үрей кетті. Мен ғаламмен жеке жалғыз қалдым. Бірақ содан кейін қалай орнымнан тұра алмағаным тағы есіме түсті. Ей, жігітім, бүкіл кеш бойына мылжыңдамақшысың ба? Біз мына құрып кеткір қалыпта 5 минуттан көп отырдық. Мен оны тіземнің ысып кеткенінен байқап отырмын. Ал сен шынында да аузыңды жапқың келмейді. Мен енді жабылар, міне енді жабылар деп отырмын. Сенің мылжыңың таусылмады ғой. Сонан соң ғана, мен ғаламмен байланысымды қалпына келтірем. Көгершін күйіне терең бойлап батып кете жаздадым. Шексіз рахаттану мен өзімнен әлде қайда жоғары әлденемен шынайы байланыста сезініп отырмын. Бұл алға артқа ауысу, яғни басымыздағы үрей мен шынайы тыныс алу аралығы өмірде көпшілігіміз басымыздан кешетін құбылыс. Жамбастың шығып кету қаупі туралы, яғни болашақ туралы алаңдау немесе бұл күй мен үшін қандай қиын болды деп, яғни өткен шақ туралы алаңдаудың орнына мен жай ғана осындағы және қазіргі күйге түсіп рахатқа бөленген болар едім. Басқаша айтқанда, дәл осы шақтан ләззат аламын. Басымызға келетін сан алуан ойлардың соңынан жүгіріп, қанша қымбат уақытты босқа жұмсайтынымыз мені таңғалдыруын қояр емес. Біз өмірді драмаға айналдырамыз, бетке шыққан қылға бола күйіп пісеміз. Біреудің сүйіспеншілігіне зәру боламыз. Өз әрекетімізді ақтауға тырысамыз. Интернеттің баяу жұмысына шағымданамыз. Ақмақтардың өмірін талдауға құмармыз. Және біз мұның бәрін дәл осы сәтте, дәл қазір орын алып жатқан нағыз ғажайыптың ортасында бола отырып істейміз. Біз шексіз керемет планетада өмір сүреміз. Қандай да бір белгісіз жолмен ол өз осінің бойында қалай айналу керегін және шексіз кеңістік арқылы нақты бекітілген бағытпен қалай жүруді түсінеді. Біздің жүрегіміз соғып тұр. Біз әлемді көре аламыз. Бізде махаббат, күлкі, сөз, жанашырлық, қонақ үйлер, компьютерлер, көліктер, от, гүлдер, музыка, медицина, тау, тоқаштар бар. Біз ғажайыптарға толы шетсіз, шексіз ғаламда өмір сүреміз. Біздің әлемді қастерлеп, тынымсыз араламауымыздың өзі түсініксіз.
Мүмкін ғалам осы ақмақтарды ояту үшін тағы не істесем екен? Көктен Кока-коланы жаңбырша жаудырсам ба деп ойлайтын шығар. Ғаламның бізді жақсы көретіні және ғажайыптардың дәмін татқызғысы келетіні сонша, ол кейде бізге аздап ишара жасайды. Бұл бейне бір кино кейіпкерінің ғайыптан, ажалдан құтылып кетуіне ұқсайды. Оның қуаныш пен ризашылықтан шат-шадыман болатыны сондай, көше кезіп, есінен сана күліп, кездескен жұрттың бәрін құшақтай бастайды. Оның проблемалары бір сәтте шешіледі. Осында және қазір, осы сәтте тірі болу қуанышының көрінісі экранды толтырады. Мен құмырдағы су сорып алған және су бөгетінен аман өткен адамды білемін. Ол өлім аузынан қалды және қазір бұл туралы өз өміріндегі ең терең және тағдыры шешілген қасірет ретінде айтады. Мен мұндайды ешкімнің басына тілемеймін, тек түсінгенің дұрыс. Егер саған өзгеру үшін апат қажет болса, оны ғарыштық деңгейде ұйымдастыруға болады. Ғалам бізді тамаша тәлімгерлерден кенде етпеген. Мысалы, жануарлар әрдайым осы шақта өмір сүреді. Олар бізді де осы шаққа тартатын құпия күшке ие. Құрбым үйінің табалдырығын аттағанда, иті өзін 40 жылдық түрмеден босатуға келгенде қуанады. Үй иесі бар болғаны 1 сағат қана үйде болмаса да. Сен осындасың, мен де осындамын. Мен сені жақсы көрем. Жақсы көретінім сонша. Кішкентай балалар да тамаша тәлімгерлер. Сурет салудың, ойнаудың, әлемді зерттеудің қуанышына терең бойлайтыны сонша, олар тамақ ішуді, жуынуды және ұйықтауды ұмытып кетеді. Олар үнемі айрықша шат-шадыман қуанышта жүреді. Өйткені олар басқалардың өздері туралы не ойлайтынына алаңдауды әлі үйренбеген. Немесе Люсидің көршісі сияқты сурет салуға қабілетсіздігіне қынжылуды да білмейді. Олар осы шақта өмір сүруде, өмірден ләззат алудың мәні осы. Әңгіменің соңы. Жануарлар мен сәбилерден жиірек үлгі алсақ, дұрыс болар еді. Біздің істегіміз келетін істе, армандаған болмысымыз да бәрі осы әлемде қазірдің өзінде бар. Дәл қазір. Саған қажет ақша бұрыннан бар. Сен кездестіргің келетін адам қазір өмір сүруде. Алғың келетін тәжірибені дәл қазір ала аласың. Жазғың келетін керемет ән идеясы дайын тұр және өзіңе қажет ақпарат жүктеп алуыңды күтуде. Білім, көрегендік, қуаныш, сүйіспеншілік, мұның бәрі сенің назарыңды аудару үшін қол бұлғауда. Сен армандаған өмір бар. Дәл осы жерде және дәл қазір. Сайтан алғыр, мен не туралы айтып тұрмын? Мұның бәрі уысымызда болса, ол қайда? Оны электр тоғы сияқты елестетіп көр. Қыздыру лампасын ойлап тапқанға дейін адамдардың көпшілігі электр тоғының бар екенін білмеген. Ал ол сол кезде де бар еді. Біз әлі оянбаған едік. Жете түсінген жоқпыз. Оған зейін қою үшін қыздыру шамын ойлап табуға тура келді. Мәселе біз армандаған заттар мен мүмкіндіктердің әлі жоқ екенінде емес. Мәселе олардың бар екенін, немесе олардың бізде болу мүмкін екенін біздің әлі түсінбеуімізде. Энергия көзімен байланыс орнатуға және осы шақта болуға неғұрлым көп машықтансаң, идеялар ойыңызға соғұрлым көп оралады және мүмкіндіктерді пайдалана түсесің. Кришна құдаймен кездесуді қалайтын Бекзат ханым туралы әдемі үнді аңызы бар. Ол орманға кіріп, көзін жұмып, құдайды шақыруға тырысып дұға етеді және медитация жасай бастайды. Ал ғажайыпты қараңыз. Орман соқпағымен әйелге қарай Кришнаның өзі келеді. Бірақ ол әйелдің иығынан қаққанда, әйел көзін ашпастан оған тез жоғалуды бұйырады. Өйткені ол өмірлік мақсатына жету үшін медитация жасап жатты. Біз өз ойымызға орағытып қалған кезде, сол сәтте алдымызда тұрған дүниені назардан тыс қалдырамыз. Қимылдама, дәл қазір өзіңді қалай сезінетініңе назар аудар. Демнің ағзаңа қалай кіріп шығатын сезін, тұла бойыңа тиген ауаның лебін сез, жүрегіңнің соғысын есті. Көзің көреді, құлағың естиді, ішіңде және сыртта қайнап жатқан энергияға зейін қой. Ойыңды өшір және энергия көзімен байланысты сезін. Тыныста. Тіпті мойныңда үлкен несие ілулі тұрса да, анаңмен 6 жыл сөйлеспеген болсаң да, дәл қазір
дәл осы сәтті бар дүниеден тыныштық пен қуанышқа кенеле аласың. Күнделікті жуынып шайыну, несие төлеу сияқты күнделікті күйбең мойнымызға міндет жүктелген. Ересек адам болғандықтан кейде қазіргінің қамынан қашып кеткім келеді. Кейде алдын ала ойлап, болашақты жоспарлау керек. Сондай-ақ өткенді зерттеп, оның қателігінен сабақ алу қажет. Қателіктерді күліп қарсы алып, немесе онымен мәңгілікке қоштасып, жауып тастаған жөн. Бірақ болашақ пен өткен шаққа қысқа мерзімді сапар үшін жай ғана қарқынымызды бәсеңдетсек мейлі ғой. Ал егер бұлай болса, және бұл қалай болды деген пайдасыз ойды талқылауға тым көп уақыт жұмсайтынымыз ше. Сондықтан Құдай өзің көмектесе көр дейміз. Осы сәтте неғұрлым көп уақыт өткізсең, өмірің де соғұрлым бай болады. Осы шақта болу сені мылжың ойдан құтқарады және тербелісіңнің жиілігін арттыратын энергия көзіне қосады. Ал ол өз кезегінде саған ұқсас жиіліктегі заттарды, оқиғаларды және тәжірибені тартады. Барлық осы керемет заттар, ғажайып тәжірибелер, үйіріп әкетер оқиғалар қазірдің өзінде осында, сенің қасыңда. Олар сенің ортақ мерекеге қосылуыңды төзіммен күтуде. Бар болғаны бос сөзді қойып, қарқыныңды тежеп, оларды қабылдауың керек.